1 маусым халықаралық балаларды қорғау күні деп есептеледі. Бірақ өкінішке қарай ересектер балаларды әрдайым қорғай алмайды. Еліміздің Шарын шатқалында нөсерлі жаңбыр себеп болған топырақ көшкінінде 2 кісі қаза тапты, 6 адам жараланды. Шарын шатқалы мектептің ұйымдастырылған саяхатына қатысқан мұғалім мен оқушыға мәңгі бақи мазар болды. Армысыздар, құрметті көрермен. Сіздермен бірге Қали Әубәкіров. Бүгінгі шығарылым қайтыс болған жанұяларға көңіл айтумен бастаймыз. Сегіз оқушымен бірге 5 ата-ана мен 3 мұғалім Шарын шатқалына жасаған саяхаты жаңбырмен басталды. 15 минутта нөсерге айналған жаңбыр себепті Шарын өзені тасыды және балшық аға бастады. Лай суға батқан 1 мұғалім мен 1 оқушы қаза тапты. 4 оқушыны қамтыған 6 кісі жараланды. Ауруханаға жеткізілген оқушылардың жағдайы ауыр екені жарияланды. Шарын өзені маңындағы жаралы 1 бала ағынды суға қарсы бір тасқа жабысқанын, алайда біраз уақыттан кейін ағынды суға түсіп кеткені белгілі болды. Қайғылы оқиғаға байланысты үкімет өкілдері шұғыл конференция ұйымдастырып, Білім және ғылым министрлігі мен төтенше жағдайлар министрлігінің өкілдері өз пікірлерін білдірді. Қазақстан Республикасының төтенше жағдай министрлігінің азаматтық қорғаныс және әскери бөлімдер комитетінің төрағасы Бауыржан Сыздықов брифингте Шарын шатқалында 2 адамның өліміне қатысты түсініктеме берді. Шарын шатқалы және оның сай саласы сел жүру қаупі бар аймақ екендігін түсінуге тиіспіз. Сол ауданда төтенше жағдайлар министрлігіне қарасты Қазселден қорғау мекемесінің бөлімшесі жоқ. Осы күндердің ішінде Қазгидрометтен Алматы қаласы және Алматы облысының төтенше жағдайлар департаменттеріне қандай да бір сел жүретіндігі туралы дауылды ескерту болған емес, деді комитет төрағасы. Оның атап өтуінше, нөсер жауынның салдарынан лайлы сел жүріп өткен. Сонымен қатар, ол Шарын шатқалы аумағында ұялы байланыстың нашарлығына қатысты сауалға жауап берді. Ұялы байланысқа қатысты айтар болсам, бізде таулы жерлерде байланыс бола бермейді. Мұны біз түсінуге тиіспіз. Туристердің міндетті сақтандыру туралы заңға сәйкес туристік оператор жұмыс жасауы керек. Шарын шатқалындағы қайғылы оқиғаға байланысты тергеу жүргізіліп жатыр. Бұл жайында Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігінің балалар құқығын қорғау комитетінің төрағасы Есенғазы Иманғалиев келесідей өзінің пікірін білдірді. Ата-аналары мен жақындарына көңіл айтамыз. Оқиғадан бала мен мұғалім көз жұмды. Мұндай жағдайда комитеттің жанында бала қорғау телеграм чаты жұмыс істейді. Қазіргі уақытта тергеу іс-шаралары жүргізіліп жатыр. Алматы облыстық полиция департаменті бұл сапарды Раджаби жауабы шектеулі серіктестігі туристік агенттігі ұйымдастырғанын анықтағандығын ғана айта аламыз. Туристер құрамында Алматының номер 199 мектебінің 5 сыныбында оқитын 8 оқушы, 5 ата-ана және 3 мұғалім болған. Бұл әрекеттердің барлығы саяхат мектеп әкімшілігімен келісілмеген. Оның атап өтуінше, демалыс және саяхат өткізу жөніндегі әдістемелік құралға сәйкес қауіпсіздік техникасы ережелері көзделген, сонымен қатар балалар тобымен ілесіп жүретін нұсқаушы болуы тиіс. Сонымен қатар Есенғазы Иманғалиев осы қайғылы оқиғаға байланысты министр ведомствоаралық комиссияның кезектен тыс отырысын жариялағанын атап өтті. Өз кезегінде Қасым-Жомарт Тоқаев Шарын шатқалында оқушыларды құтқару кезінде қаза тапқан мұғалім Мерей Ибрагимовты ерлігі үшін медалімен марапаттады. Қорытындыға келгенде, төтенше жағдай министрлігі Қазгидрометке сілтеп, сел жүру қаупі жөнінде хабарлама алған жоқпыз деп сылтаулатып отыр. Сонымен қатар, осы аймақта министрлік тарапынан құтқарушылар қарастырылмаған деп айтып отыр. Ал таулы аймақ болғаннан телефон байланысы барлық жерде бірдей жоқ деп те ақталған көрінеді. Қазгидромет жаңбыр туралы министрлікке хабарлама жібердік деп айтып жатыр. Бірақ оның көлемі қауіптілік білдірмегендіктен мән берілмеген екен. Білім министрлігі болса, бізбен ешкім ештеңе келістірген жоқ. Бұл ата-аналардың өз еркімен саяхатқа шығу болып тұр деп айтты. Енді олар балалар үшін экскурсия ұйымдастыру ережелеріне өзгеріс енгізуді көздейді екен. Өкініштісі, кезекті рет бала өлімі болды да, содан кейін ғана билік белгілі бір өзгерістерді көздеп отыр. Жуырда ғана көрші Ресейдегі Қазандағы қанды оқиға әлі де есімізде. Сонда жас мұғалім қанды қолдан қорықпай балаларды қорғаймын деп ажал құшты. Енді Шарын шатқалындағы марқұм Мерей Ибрагимовтың ерлігі мен батылдығы мәңгі есімізде сақталып, жүрегімізде ерекше орын алады. Осындай өжет азаматтарымыз көп болғай. Ал біздің өміріміздегі қайғылы оқиғалар болмасын.
Каналға жазылып, пікір білдіріп, лайк басыңыздар.